Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бір кездері біздің планетамыз 160 миллион жыл бойы үлкен бауыр мен жорғалаушыларға тиесілі болды. Құрлықты, мұхиттар мен аспанды билеген бұл алыптарға ешқандай тіршілік иелері қарсы тұра алмады. Бірақ ақыр соңында бұл хайуандардың да жердегі тіршіліктері өз мәресіне жетті. Бор дәуірінің соңына қарай аспаннан жер бетіне жойқын күшпен астероидтың құлауы жер бетінен динозаврлардың жойылуына әкелді. Сол сәттен кейін араға миллиондаған жылдар салып, планетада тіршілік иелері қайта өзара бәсекелестіктерін бастады. Бүгінгі видеода біз сіздермен динозаврлардан кейін қалған бос орындарды толтырып, жер бетінде үстемдік еткен жыртқыш жануарлармен танысамыз. Бастамас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып қолдау білдіріп отырайық. Ендеше көп созбай біз бастаймыз. Титанова Амазонканың қойнауында 58